Оқуға құштар мектеп жоба аясындағы менің сүйікті кітабым Абай шығармалары республикалық челленджін Қаныш Сәтпаев атындағы номер 61 мектеп лицейі бастайды. Абайдың қара сөздері. Абайдың бірінші қара сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық. Әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Абайдың екінші қара сөзі. Абайдың екінші қара сөзі халық туралы. Бұл жерде айтылатыны қазақ қана тәуір ел екен ғой деген сөз. Содан біраз уақыт өткен соң Абай атамыздың көзі жетеді. Өзінің сасық орыс, ноғай-ноқай дегені қазақтардан да мықты әрі еңбекқор екендігі. Ал қазақтар не істепті деген сұрақты өзіне қояды. Сонда осы қара сөзден түсінетініміз қазақтардың жалқаулығы. Біз өз жалқаулығымызды жеңе білуіміз керек. Себебі басқа елдер бізді жалқау қазақ деп тануы мүмкін ғой. Абайдың 18-ші қара сөзінде ол адам мінезі және ақыл, парасат туралы ой қозғайды. Ол ақыл, парасат, қайрат сияқты қасиеттердің маңыздылығын сипаттап, олардың үйлесімділігі керек екенін айтады. Абайдың 26-шы қара сөзінде қазақтың тұрмыс тіршілігі мен қазақтың ұл-қыздары жайлы айтылған. Яғни бастысы адамгершілік, надандыққа жол бермеу, кісілікті бойымызға ту етіп, ақымақтықты ойламау жайлы жазылған. Абайдың 29-шы қара сөзінде ол кейбір қазақ мақалдарын сынға алады. Кейбір адамдарды жалқаулыққа, арсыздыққа, айлакерлікке үйретеді дейді. Жеңіл жолмен мал табу, жаман әрекет жасап атаққа шығару және де алтынға қызып ар-ұяттан безу сияқты ойларға қарсы шыққан. Абай дұрыс ойлауды және адамгершілікті, адал еңбекті қолдаған. Абайдың 31-ші қара сөзі. Естігенде отбасы қалыпты өтірік болып. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде я көргенде ғибрат алу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінде бірнеше уақыт қайтарып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселдің нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салыну керек. Бұл төрт нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тозыратау нәрселер. Абайдың 33-ші қара сөзі. Мал керек болса, қол өнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Адал еңбегін сатқан қол өнерлі қазақтың әулиесі сол. Бірақ Құдай тағала қолына аз-маз өнер берген қазақтың кеселдері болады. Әуелі бұл ісімді ол ісіне арттырайын деп, артық ісмерлер іздеп жүріп көріп, біраз істес болып, өнер арттырайын деп, түзден өнер іздемейді. Абай Құнанбаевтың 35-ші қара сөзінде Абай атамыз ақыл, қайрат, жүрек үшеуінің бұлар басшысы, барлығының басшысы ақыл деп айтқан. Бұл қара сөзде Абай атамыз адамның негізгі қасиеттері туралы айтады. Ақыл, қайрат, жүрек үшеуі бір-бірімен тығыз байланысты. Ақыл ол адамға дұрыс шешімдер қабылдап өмірде дұрыс жол таңдауға көмектеседі. Ал қайрат болса ол адамды алға жетелеп, алдына түскен қиындықтарды жеңіп шығуға көмектеседі. Ал жүрек болса адамның сезімін, мейірімділігін, адамгершілігін білдіреді. Бұл қара сөзде Абай атамыз өмірді де қайрат пен ақылмен ғана емес, жүрекпен де сезініп, үшеуінің үйлесімділігін түсінуді айтады. Менің сүйікті кітабым Абай шығармалары атты республикалық челленджін Астана қаласының барлық мектептеріне жолдаймыз.